Сәлем достар, бүгін біз балды торт жасаймыз. Өте жұмсақ, керемет, дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Осы рецептімен жасап көріңіздер, өте нәзік болып шығады. Жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керек заттарды описанияға жазып кетемін. Бізге 2 жұмыртқамызға қантымыз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Менде сары май 82%. Майымызды осылай жақсылап араластырамыз. Одан кейін сүтімізді құятын боламыз. Жақсылап араластырып, одан кейін 2 ас қасық балымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай суымызға жаңағы мысымызды салатын боламыз. Суымызды қайнатып аламыз. Яғни осылай суымызды қайнатып алғаннан кейін осы ыдысымызды, массамызды соның үстіне қойып, ертіп алатын боламыз. Міндетті түрде өстіп шайқап тұрғандарыңыз дұрыс. Міне еріп шықты барлығы. Біздің массамыз қатты ыстық емес, жылы болу қажет. Тексеріп аламыз жылулығын. Одан кейін үстіне сода мен уксус кеуістіп содамыздың үстіне құйып, осы содамызды массаның үстіне салып араластырамыз. Араластырғаннан кейін осы судан алып ыдысымызды, оның үстіне ұн салып, массамызға қамыр жасайтын боламыз. Ұнды бөліп салатын боламыз. Бізде массамыз қою болу қажет. Осындай видеодағыдай. Бұны 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 2 сағаттан кейін біз алдық. Біздің қамырымыз осындай болып қаттып шықты кішкене. Одан кейін осылай дайындап алғаннан кейін біз қамырымызды 8 бөлшекке бөліп аламыз. Біздің қамырымыз ұстаған кезде өте нәзік болып сезіледі. Одан кейін біз осылай пергамент бумагасын 8 бөлікке бөліп дайындап аламын да, және қамырларды осының үстіне жаятын боламын. Үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, осылай барлығын жіңішке қылып жайып алдым. Барлығын өстіп жайып алып дайындап аламыз. Одан кейін духовкамызге 3-4 минутқа салып пісіріп аламыз. Әнекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз оның жан-жағын кесіп аламыз. Коржымызды өстіп жан-жағын пышағымызбен кесіп аламыз. Менде осындай 24 см форманың өстіп зеулетіп кесіп алдым. Кесіп дайындап алдық. Енді жан-жағында корждарын жинап барлығын блендерде ұнтатып алатын боламыз. Блендерде ұнтатып алдық. Коржымыздың барлығы дайын. Енді біз осы тортымызды
жинайтын боламыз. Бізде менің тортқа пайдаланған кремім пломбир кремі деп аталады. Сіздер заварной крем немесе қаймақпен жасалған кремдермен жасасаңыздар болады. Бұл медовый тортқа көбіне шамалы сұйықтау кремдер қажет. Қою кремдер келіспейді. Міне өте керемет пломбир кремін пайдаландым. Мен жаңа кремнің рецептісін астыға салып кететін боламын. Міне осылай тортымызды жинап шықтық. Енді сыртына жаңа ұнтатылған қождарымызды жағып шығатын боламыз. Біздің тортымыз дайын болады. Дайын болғаннан кейін біз оны холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін жей берсеңіздер болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте керемет, нәзік болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.